Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бұқтырма деп аталатын тағамның бір түрін жасайтын боламыз. Үйлеріңізде өкпе, бауыр болса, сол бар нәрсеңізбен дәмді тағам әзірлеп жіберсеңіздер болады. Мен осылай ірілеу етіп турадым. Сіздер өз қалауларыңызға қарай майдалап турасаңыздар да болады. Еттен кішкене қосып жіберсеңіздер де тіптен жақсы. Қазағымыздың қай тағамы болса да өте құнарлы, дәмді болған. Ертеректе біздің ата-бабаларымыз мал сойған кезде де қарындарды, ішектерді тастай салмай, тіптен мынау тігішектердің өзін тастамай, жуып тазалап, тұзбен шайқап, жақсылап иісін кетіріп жуып, осылай қолдан келген барлық тағамдарды, дәмді тағамдарды жасап отырған. Міне сәбізімізді турап бастадық. Сәбізіміз бұл тағамда міндетті түрде қосылу керек. Сәбіздің өзінің ерекше дәмі болады. Енді қазанымыз қызған майдың үстіне майымызды көп қоспаймыз, өйткені іш майдың да майы шығады аздап. Сол үшін кішкене май қосып, қызып тұрған майға осы іш майларымызды жақсылап қуырып аламыз. Үстіне осы пиязымызды қосып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Осылай дәміне қарай тұзымызды, қара бұршымызды салып, дәмін келтіріп аламыз. Пиязымыз жақсылап қуырылып алған соң, осылай үстіне өкпені саламыз. Бірінші өкпені салғанымыз жақсы, өйткені өкпе көбірек қуырылғаны дұрыс. Одан кейін үстіне осы заттарымызды қатарынан кезек-кезек, жеке-жеке қуырып алып тұрамыз. Міне біз барлық өкпе бауырларымызды жеке-жеке қуырып болдық. Енді сәбізімізді қуыратын боламыз. Сәбізді көп қуырудың қажеті жоқ. Ары кетсе 5-7 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Бұл тағамға сиырдың, қойдың майлы ішектерін қоссаңыздар да өте дәмді шығады. Ол үшін ішектерді бір қайнатып алу керек. Менде болмай қалды, болғанда міндетті түрде қосар едім. Барлығын жақсылап қуырып алған соң, соңынан картошкамызды салып, үстіне суымызды құйып, 30-40 минутқа жай отқа қоятын боламыз. Міне біздің дәмді тағамымыз дайын болды. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Балаларыңызға да және үйлеріңіздегі жандардың да сүйіп жейтін жақсы дәмді тағамдарының бірі болатынына сенімдімін. Жасап көріңіздер, келесі видеомда кездескенше.